Ardaқты ағайын, біз ең алғашқы сөзімізді бастасақ деп отырмыз. Уақытымызды тиімді пайдаланған жөн болар деген ниетпенен ең алғашқы сөзді қоғам қайраткері, елдің ардақты ағасы Жылқышиев Болат Әбжаппарұлын ортаға шақырамыз. Сонымен бірге бүгінгі шарамыздың құрметті қонағы мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан мен Өзбекстан республикаларының арасындағы ынтымақтастықты дамытуға, қауіпсіздікті қалыптастыруға елеулі үлес қосқан аптал азамат, ұлт жанашыры, генерал-лейтенант Шаяхметов Әділ Шаяхметұлын үлкен құрметпен ортаға шақырамыз. Сонымен қоса мемлекет қоғам қайраткері Өксікбаев Омархан аға өзіңізді ортаға шақырамыз. Еліміздің өркендеуіне үлес қосқан қоғам қайраткері Ардагер ағамызды ортаға шақырамыз. Келіңіздер келге ортамызға. Ал енді қош келдіңіздер қадірлі ағалар. Қазақта бекер айтпаса керек, көп жасадың деп мақтанба, білгенің болмаса, көп асадың деп мақтанба, білгенің болмаса дейді. Мына ортамызда білгені бар, көргені бар, көш бастайды деп, дастарханның төрінде кеудесін керіп, бүгін елге ақ батасын беріп отқан ағаларымызға құрмет қылып, қошемет қылып, ең алғашқы сөзді берсек деп отырмыз. Құтты болсын аға, қош келдіңіз. Армысыздар, ардақты ағайын, осы үлкен жиынға қатысушылар, Шымыр атаның әруағын сыйлап келген әр қадамдарыңыз құтты болсын, күніне жолдарыңызға сәттілік болсын дегім келеді. Бүгін менің де өмірімде бір елеулі оқиға болып отыр. Осындай үлкен бабаның әруағын қастерлеп, сол атаның осы ұрпағы бар екенін, ұлағатты ізі бар екенін танытатын іс-шараның үстіне куә болып отырмын. Сондықтан да осыны ұйымдастырған осы атаның ұрпағы, Темір атаның жалғасы, осы кісілердің барлығына үлкен менде ризашылық білдіргім келеді. Алла ниеттеріңізді қабыл етіп, әрқашанда ұрпақтарыңыз осы жайыла берсін, тамырларыңыз тереңдей берсін, жан-жақтарыңызда Алла тағалам жақсылығын бере берсін. Ардақты ағайын, бұл істің үлкен мәні бар, және өзінің бір ерекше қасиеті бар деп айтқан болар едім. Ол дегеніңіз бұл біздің бүгінгі атаға ғана тән үлкен бір әруағына сыйлық емес, өсіп келеткен ұрпаққа деген осы кешегі аты әлемге жайылған ардақты атаның қасиетті ұрпағы бар екенін, және ұрпағының тәрбиесі бар екенін, көргені бар, түйгені бар, өнегені ісі бар екендігін танытатын жағдай. Сондықтан осындай ұрпақтың елі азаматтар өсе берсін, өркендей берсін. Бірінен да тарихымыздан танымал ұрпақсыздар. Егемен ел алған кезде еліміздің белді азаматтары болғансыздар. Сондықтан әрде өсіп өркендеп, сіздердің ұрпақтарыңыздың танымал болып, осы әрқашанда мемлекетіміздің, осы халқымыздың ортасында беделді де, тәрбиелі, ақылды да, көргенді азаматтары көбейе берсін деген ниет еткім келеді. Ас қабыл болсын, әрқашанда ауызбіршілік ынтымағымыз ажырамасын, көптің осы көреген жақсы істерінің куәсі болайық. Әр ағайынның, әр ауылдың осы бір бетке ұстар ағайындары, танымал тұлғалары әрқашанда аман, баталы қариямыз төрімізде, жастарымыз ізімізде болсын. Рахмет. Аса құрметті ағайын, осы үлкен Шымыр бабамыздың әруағына арналған іс-шараға асқа қатысқан азаматтар, бүгін үлкен осы өңірде түркі әлемінде отырыс болып отыр. Мына оның бәрі куәгерсіздер. Шымыр баба туралы керемет жақсы алдындағы үлкен ел ағалары мына азаматтар айтып кетті, оны қайталамаймын. Оқымысты жаңағы генерал Исакулов Ержан бауырымызда көбіне жеткізіп біраз әңгімені айтты, оның бәрін қайталамайын. Енді өз басым енем айтайын, бұл болып жатқан шара өте тарихи деп тағы да қайталап айтсам артық болмайды. Шымыр баба жас кезден атқа мініп, бабаларының, даналарының жолын қуып үлкен іс-әрекет жасап, із қалдырған. Оның мықтылығы сонша
қазақта айтады ғой, атадан пұл қалмасын, ұл қалсын деп. Құдайға тәуба, қаншама өсіп өнген ұрпақтар бар, оның бәрі сіздер жақсы білесіздер. Мен өз қызметімде, өз өмірімде сол ағайындармен ғана жұмыс істеп келе жатырмын. Мына біздің егемендікті алуға, егемендікті көркейтуге, оның алдында кеңес одағы ертеректе мына үлкен іс-шаралар бабаларымыз атқарды. Ал енді мына үлкен іс-шара болып отыр. Біраз уақыттан бері осы асқа іс-шараға дайындықтар уақытта жүріп жатыр. Осы іс-шараның басы-қасында мына Шымыр баба қорының басында жаңағы Шымыр баба биі, сонымен қатар мына Байбек Қаған қоғамының басшылары іс-әрекет жасап бәрі осы мәресіне жетіп отыр. Ал енді тағы да бір айта кетейін, Алматыдан алып шалқыр арамызда Қасен Алдашев деген азамат жанымызда отыр. Сол темір ағайындардың туын көтеріп, солардың намысын қорғап, осы дастархан жаюына үлкен себеп болып отыр. Соның бәрі мына жаңа айтылған дұға, оқылған Құран қабыл болсын. Әруақтарға ең мықты терен сол дұға, Құран. Олар соның арқасында мына өсіп өніп отырмыз. Түркия әлемінде, мына біздің жерде, Өзбекстан жерінде келешекте осындай мына мықты заман болсын. Келешекте жастарымыз елімізді, жерімізді ары қарай жетелеп, әлемге әйгілі жағдайға алып берсін. Барлықтары заман болыңыздар. Келешекте осы істеп жатқан шаралардың ары дамып, өсіп өнуіне осындай ұлт біріншілігінің, ел біріншілігінің куәсі бола берейік. Көп рахмет. Бәрекелді аға, айтқаныңыз келсін, қазақта айтады ғой, тон жағасы болмайды, ел ағасы болмайды. Елдір тонның жағасы, еліміздің ағасы. Болат аға, өзіңіз нүкте қойсаңыз. Қош келдіңіз. Рахмет үлкен. Қадірлі ағайындар, бауырлар, достар, мына бүгін міне Шымыр бабамыздың астына міне темір ұрпақтары үлкен ас беріп жатыр. Үлкен рахмет. Жоғары деңгейде жасалып жатыр бәрі. Міне жігіттердің бәрі шығып жатыр. Енді менің әкем айтушы еді, Шымыр баба Ташкентте жатыр деп, совет заманында. Ол кезде енді саясат басқа болды да, Шымыр бабаны естиміз, өзіміз Шымыр екенімізді білеміз. Бірақ мына егемендігіміз алғаннан кейін енді тарихымызда ашылды, бабаларымызға да жол ашылды. Сол кезде мен әлі есімде, мен осы Шымкент қаласында істеймін. Өмірбек Байгелді ағамыз облыстың әкімі. Сол кезде бір делегация жіберіп, осы Шымкент арқылы Ташкент жаққа менімен хабарласып ол азаматтар. Мынау Бақтияр Әбдітаев деген ағамыз бар еді. Сол кісі бастап жазушы. Сөйтіп келгеніміз бар, менің ағам бар Нұрлан деген. Әкемізді ертіп әкелдік. 93-ші ма 94-ші жылы осы Шымыр бабаға келіп кесенесі ескі Құран оқытып, сөйтіп сол кезден бастап жоспарлар жасалып, мұны Өмірбек ағамыз 2000 жылы қолға алып сол мәселенің бәрі. Өмірбек Байгелді ағамыз ұйымдастырып, біз бәріміз қосшы болып, осында мұны кесенесі ашылды. 1,5 мың халық болды. Мына бердегі отыр ғой ағамыздың жерде, Ташкенттің Шымыры. Өмірген өзі 2-3 күн жүрді, мына Қамардин ағамыз жүрді. Бүгін бада беріп жатыр. Көп азаматтар болды сол кезде. Мұны содан бастап бүгін 25 жыл екен. Мен енді соны білем, осы сәуір айының аяғы екен. Ол 2001 жылы. Бүгін 2026 жыл, орынбаса 25 жыл болды. Енді бұл жаңағы ресми ашылып, ресми кесенесі жанарған күні, бізде бабамыз бұл жерде мыңдаған жыл жатыр. Енді бабамыз үлкен мемлекеттік қайраткер өзінің заманында. Енді біздің бабамыз болмаса, біздің бабамыз дейміз, бірақ қазаққа үлкен мемлекет қайраткері. Ташкентте Төле бабамыз жатыр. Қазақтың басшысы,
болған азамат. Міне Шымыр бабамыз жатыр. Не айтамыз енді бүгін? Осы құтты болсын, ағайындарына рахмет етем. Шымкенттен келген ардагерлер кеңесінің басшылары, ағаларымыз келіп жатыр. Барлықтарына рахмет. Мынау Алматы Астанадан ағаларымыз келіп жатыр. Міне Өбекеннен үшін рахмет. Әдекен келіп жатыр. Үлкен азаматтар бұл кісілер уақытысында үлкен қызмет атқарған азаматтар. Енді бабаны сыйлаған, әруақты сыйлаған жол ашық болады дейді. Бабамыздың әруақ қолдасын барлығымызды. Осындай мұны жыл сайын беріліп жатыр. 25 жылдан бері жыл сайын Шымыр бабаның бұйырға ас беріп жатыр. Бұл үлкен неге айналды, дәстүрге айналды. Мұны соны жігіттер өзі ешкім айтпай, ешкім армай, мына бабамызға да қарап тұратын система бар онында. Жігіттер бабамызға бастаған соның бәрін ұйымдастырып жүр. Biz özümüz rızamız mı? Gelgenimizde bugün doğanlık gördüğümüz oldunuz. Kutlu olsun. Olsun babamızın da babamızın arabamızın bulduğumuz. Бәрекелді айтқаныңыз келсін аға, деніңіз сау болсын. Енді мына біз сіздерді орамал том болмай жол болады деп сонау белестерді бағындырып, Астана, Алматыдан, Жамбылдан аттерлеп келгесін. Еңбектеріңізді елеп, елге жасаған еңбектеріңізді бағалап, үстелеріңізге шапан жауып жатыр ағаларымыз. Осы біздің Шымыр бабамның темір ұрпағы дастархан жайып отқаннан кейін, сол темір атамыздың ұрпақтарының атынан мына әдемі шапанды иықтарыңызға жауып жатырмыз көке. Қазақ айтқандай, мына берген шапанымыз сыйымыз, сыйса да сыймаса да киіңіз деген, бұл енді абыройттағы шапан емес, арнайы сіздерге алған. Сондықтан да мына бүгінгі жиынның басын ақ тілекпен, ақ батамен ашқан ағаларымыздың дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілейміз ағайын. Қазақ халқымыз айтса керек,